Мен Аманжол Әділбек, Жаңарқа ауданы Меменде Амалбеков атындағы Тірек мектебінің 8-ші сынып оқушысы. Әлем таныған Қазақстан атты жас зерттеушілерінің 8-ші құрылтайына тәуелсіз Қазақстан тұлғалары бағыты бойынша жұмысымды ұсынамын. Биыл біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толды. Тәуелсіздіктің алғаш жылдарында еліміздің экономикасын көтерумен бірге халықтың рухын, еңсесін көтеру керек болды. Осы орайда мәдениет және өнер саласына өлшеусіз үлес қосқан тұлғалардың бірі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық құлагер кино байқауының жүлдегері, Қарағанды қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы драма театрының актері Кемалов Қайрат Кемалұлы бүгінгі жұмысымның басты кейіпкері. Бұл кісімен алғаш Жаңарқа өңірінің мақтанышы, ауданымыздың құрметті азаматы деп, мектебіміз өнегелі өмір жобасын қонағы ретінде шақырылғанда таныстым. Сол сұхбатында Қайрат Кемалұлы Жаңарқа ауданында Абылай ханның беделді билерінің бірі болған Байдалы би өмір сүрген Дайыш батырлардың өлкесі Ақтөбек ауылында 1958 жылы туғанын, таза ұлттық колоритті сақталған ауыл екенін, тебірене айтып отыратын дана қариялардың әңгімелерін, тарихи оқиғаларын тыңдап өскенін айтты. Осы сөздері менің туған жерімді қастерлеп, тарихына қызығушылығымды оятты. Қайрат Кемалов 1978 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының, ал 1980 жылдан бастап Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының актері. Актер ретінде Ақан сері Ақтоқтыдағы Ақан серінің рөлін, Қыз жібекте жыршыны, Домалақ ана спектаклінде Бәйдібек би рөлін, Сәкеннің соңғы сапарында Сәкенді, Абай романында Абайдың рөлін, Айман шолпандағы Арыстанды және тағы да басқа көптеген рөлдерді сомдаған. Қайрат ағамыздың бұл еңбектерінің барлығы қазақ халқының рухани байлығын молайту, жаңғырту және мәңгілік ел ұлттық санасын қалыптасуына үлес қосты деп ойлаймын. Сол еңбектері үшін 2002 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің құрметті грамотасымен марапатталып, 2006 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды. 40 жылдай театр актері болып жұмыс істеген Қайрат Кемалов Қазақ хандығы, Алмас қылыш, Алтын тақ 20 сериалды киноға алғаш рет түскен екен. Онда басты кейіпкер қазақ мемлекетінің алғашқы ірге тасын қалаған Керей ханның образын сомдады. Ол киноның түсірілуі туралы Қайрат Кемаловтың өзін тыңдасақ. Қазақ хандығы үлкен эпопея ғой бұл енді. 20 серия. Осыған 3 жыл съемкада болды. 3 жыл бойы таудың басында 2,5 мың метр биіктікте асау аттың үстінде темір киімнің 15 ғасырдағы Алтын Орда қираған тұсқа бардық. Солай өмір сүруге тура келді. Денсаулықты да біраз қалжыратып алдық соның несінен. Қиын болды. Өйткені жанды аяғамыз жоқ. Өйткені бұл қазақ мемлекеттілігінің бірінші кірпішінің қалануы. Қазақ ұлт ретінде қазақ ұлты болып бірінші тарих сахнасына шығуы бүкіл қазақ күтіп отыр. Елбасының бақылауында отырды. Сондықтан да біз өзімізді аяғамыз жоқ. 3 жыл жүрдік, өте қиын болды. Тарихи киноны түсіру өте қиын. Экстремальный жағдайлар көп болды. Соғыста құлап атады, аттар бірінің үстіне бір аттың астында қалып атады. Жаңағы дәрігерлер дежурить етеді, осындай жағдайлары көп болды. Керей деген адам ол киелі адам ғой. Қазақтың мемлекеттілігі үшін, болашақ сізбен біздің тағдырымыз үшін өмірінде бір күн қызық көрмей өткен адам. Не үшін? Өмірінің бәрі қылдың үстінде, өлім мен өмірдің арасында. Не үшін? Ол болашақ мынау мемлекетіміздің осындай болу үшін. Мынау бүгінгі біздің қызығын көріп отырған мынау ұлан-ғайыр жеріміз осы ұрпағына осылай қалу үшін ол кісі жан аянбады. Өмірін соның жолына құрбан етті. Уақайын асыл тәнім талғанша, шыбын жаным кеудемнен шыққанша, ендігі қалған ғұмырымда тек қазақ еліне қызмет қылуға ант етем. Осы фильммен, найзаның ұшымен, білектің күшімен жеткен тәуелсіздігіміздің болашағы біздің қолымызда екендігін Қайрат Кемалов сияқты мәдениет қайраткерлерінің жоғары патриоттық сезімдері
актерлық шеберліктері, өлшеусіз еңбектері арқылы көз жеткізіп отырмыз. Осындай өр тұлғалы ұлтжан азаматтарымыз көп, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.